Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілетін тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауру емінен бірден-бір шипасы асқабақ екенін біле бермейтіндер көп. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан, оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушылар да аз. Жалпы асқабақ қандай өсімдік? Қазақ жеріне ол қайдан әкелінді? Оны қандай ауруларға пайдалануға болады? Құрамында нендей дәрумендер бар? Бұл жөнінде де нақты деректерді табу қиын. Бүгін біз сіздермен асқабақ туралы құпия деректерді және ол қандай ауруларға ем болатыны туралы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум, Шипагер арнасының тұрақты көрермендері, пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Видеоны достарыңыз бен туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Асқабақ тұқымдастарына жататын бір және көп жылдық шөптесін қолдан өсірілетін өсімдік. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көбірек өсіріліп, тағамда, мал азығында пайдаланылады. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтардың түрлері мен сорттары өсіріледі. Оның құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, рибофлавин, дәнінде 40% май бар. Құрамында әртүрлі физиологиялық әсері бар кукурбитацин заты болады. Адамға пайдалығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ПП ағзадағы зат алмасуды жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1000 ауруға ем, көру нашарлағанда, қаназдық, артық салмақтан, тағы басқалардан арылғысы келетіндерге 1001 ем. Шлактан тазартып зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан, өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды, өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері де белгілі. Жүрек қан тамыры аурулары, гипертония, зат алмасудың қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәнін балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан шырынын ішу керек. Шырынның, яғни сөлін, жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға да қолданады. Ас қорыту үдерісін тездетеді, уыттардан тазартады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-ға жуық қанықпаған майлардың 60%-на дейін линольді қышқылдан және линолен қышқылынан тұрады. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына бай асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алынады. Қошқыл жасыл немесе қою қоңыр түсі бар, өткір хош иісті және тәтті дәмі бар. Биологиялық белсенді зат ретінде қолданылады. Құрамында май қышқылдары пальмитин, стеарин, алеин, линоль, стерин қышқылдары, каротиноидтар, дәрумендер мен микроэлементтері бар. Асқабақтың пайдасы. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп,
тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары. Асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтың езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стақан шырыны немесе қайнатылған өзін жейді. Терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда, үккіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы. Ішектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болу керек. Дайын кезде тұнбадан күніне 4 рет, астан 20 минут бұрын жарты стақан ішеді. 20 күн. 1 айдан кейін қайтадан жалғастыруға болады. Ішектегі паразиттерден ең тиімді құтылудың тәсілі қабығы аршылған дәнін ашқарынға жейді. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланған асқабақ дәнін шикісін ет тартқыштан өткізіп, 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкіге салып, қалғанын тоңазытқышқа сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді.